Assalamu alaikum. Құрметті Алаш жұрты, ардақты ұлы көшке мүдделі қауым және біз құрғалы жатқан Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Естеріңізде болса, осыдан біраз күн бұрын, біраз күн емес, 1-2 ай бұрын, 5 қыркүйекте үкімет 2022 жылдан 27 жылға дейінгі көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасын жасап, жариялап, үлкен шу тудырған болатын. Шудан бөлек жалпы біздің күдігімізді расқа шығарған болатын. Көш тоқтап қалар ма екен, көш тоқтап қалады деген. Қысқасы ниетін білдірген болатын. Осы 5 жылда бұдан былай қарай Тоқаев заманында мысалы ұлы көштің тоқтататын пиғылын байқатқан болатын. Ниетін білдірген болатын өкімет. Біздің айтып жүрген сөзіміз айдай ақиқат болып дәлелденген болатын. Енді сол біздің қарсы тұруымызбен сол 5 жылсыз азаматтық берілмейтін тұжырымдаманың беті қайтып, бұнымыз дұрыс емес екен, қандастарымыздың құқығы шектеледі екен деп ыңжыңсыз кеткен болатын. Өзі өлі тыныштық орнақ болған болатын біраздан бері. Бұл өлі тыныштық өзі жаман. Одан гөрі айтысып, тартысып, бір пікірлесіп тұрсаң, үкіметтің ішінде не бар екенін білесің ғой. Көші-қон мәселесіне келгенде осындай бір тұңғиық тыныштық орнап кететіні бар. Бұл тыныштық өте жаман. Өйткені не ойлап жатқанын білмейсің, не істеп жатқанын білмейсің. Бұл өте қауіпті нәрсе. Ойлағанбыз, сонымен енді бұның беті қайтты, енді қайттан дұрыстап жасайтын шығар, біз де көмектесейік деп ниеттеніп жүрген болатынбыз. Партия құрып бір жағынан соны шығысайық осы саясаттың деп. Өкінішке орай үкімет ол әдісін қоя салып, жаңағы үкімет айқындаған өңірлерге көшіп келгендерге ғана азаматтық береміз деген райынан қайтып, енді ұлы көшті тоқтатудың екінші бір әдіс-амасын, айласын, немесе сұрқия бір зымиян жолдарын қарастырып жатқан көрінеді. Көрінеді емес, қарастырып жатыр екен. Бұл жөнінде арнайы хат жазып, нақты мәлімет алдық. Мен осы лекциямды бастамас бұрын бір әңгімені айтқым келді. Мынау ақындарда бір не бар, дәстүр бар. Мысалы, Абайдан басталады. Өлеңді біреуге арнайтын мысалы. Кейін қазақтың аса көрнекті ақын Тұманбай Молдағалиев бұны өте үлкен биікке шығарды. Өлеңнің тең жарымына жуығы арнау. Кімге арнаса соның аты жөнін айтып отырып. Сосын біздің қазақтың тағы бір аса көрнекті ақыны Несіпбек Айтұлы ағамыз да арнау өлеңді өте керемет жазады. Жүрсін Ерман да сол сияқты. Бұндай дәстүр прозада да бар екен. Мысалы, баяғыда Шерхан Мұртазаның жүрек кәжін түспейді деген әңгімесі оқығам, сондан соны жазып қойыпты. Жазушы Ғалым Ахметовке арнадым осы әңгімемді деп. Мен бүгін осы лекциямды, бастағанда байқадыңыздар ғой не айтатынды. Лекциямды қазақтың көрнекті екі ақынына қатарынан арнайын деп отырмын. Оның біреуі Сабыр Адай, екіншісі Светқали Нұржанов. Екеуі де батыстың, Маңғыстаудың жігіттері, тумалары міне жас 60-қа келді. Қазақтың қазір көрнекті қайраткерлері болып жатыр. Мен қатты сыйлаймын. Сабыр Адай ағамызды көрген жоқпын, сырттай жақсы білем. Ал Айтман аға деп қоямыз. Светқали ағаны өте жақсы көрем өзім, туған ағамдай. Танысып, білісіп, отырып, үйіме кеп, шай ішіп қайтқан. Мен осы лекциямды сол екі ағама арнадым. Тыңдап отырсаңыздар, құрметті Сабыр аға, құрметті Светқали аға, осы екі лекцияны сіздерге арнадым. Бір тарихи естелік болып қалсын деп деген ниетпен аттарыңызды атап отырып, сіздерге арнап отырмын осы лекциямды. Енді әңгіменің жаңағы негізгі тақырыбына оралайық. Өткен лекцияларымда айтқам, Түркменстаннан Маңғыстауға 600-700 қазақ көшіп келіп, 800-де қазақ көшіп келіп,
Солар бір жыл бойы тұрақты тіркеуге тұра алмай, депорт етілгелі жатыр, қайта көшіріп апарып тастағалы жатыр. Маңғыстауға жұмыс күші артып кетіпті, оларға жұмыс табылмай жатыр деген ақпарат Атамекен хабарында шығып, бізді шалқамыздан түсірген болады. 8 қазақ тіркеле алмай жүрсе, ол қалыпты жағдай, енді бір себептер болған шығар. Ал 800-дей қазақтың осындай тіркеле алмай тұрақты тіркеуге қаңғып қалуы өз еліне келіп, бұл үлкен трагедия бұл. Бұл бүкіл мемлекетті тікесінен тік тұрғызатын жағдай бұл. Бірақ біздің мемлекет оған былқ еткен жоқ. Сол беті сол әйтеу бірден істеп жатқан сияқты. Енді осы мәселемен айналысып жүргеннен кейін, ол енді тек қана мен Қытайдан келген немесе Моңғолиядан келген қазақтармен айналыспын ғой. Дүниенің төрт бұрышынан келген қазақтардың бәрінің жағдайын білгім келеді. Соларға ортақ бір бағдарлама жасауға көмектескім келеді, заңын дұрыстағым келеді деген сияқты. Сұрау салдым. Сұрау салсам, сол дұрыс жауап ала алмадым жөндеп. Анаған сілтеп, еңбек мәселелерінен еттім. Сосын прокуратураға жаздым. Өстіп мен ақпарат ала алмай жатырмын. Конституциялық құқығым шектеліп жатыр. Өстіп 800 қандас деп едім. Ақырындап сол жыланның басын қылтитты. Соған жауап келді жақында. Жауап алдым. Сонда сол мәселені айтып, олар тіркелгелі жатыр, өйткелі жатыр, бүйткелі жатыр деген әңгімені айта келіп, маған вице-министр Ордабаев деген кісі жауап берді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ордабаев деген кісі былай деп жауап берді. Соның ең бір үрей ұшыратын жерін оқып берейін сіздерге. Маңғыстау облысының демографиялық және әлеуметтік экономикалық жағдайын ескере отырып, визалық режимі бар елдерден Қазақстан Республикасында қандастарды қабылдау, қоныстандыру және бейімдеу бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының қадамдық алгоритмі, бұдан алгоритм дейді, әзірленді. Бұл алгоритм тұрақты тұру үшін нақты өңірдің атауын, тек жұмыс күші, жақшаның ішінде, жұмыс күші тапшы өңірлер қатарынан дейді, көрсете отырып, этникалық қазақтарға С10 визасын беруді көздейді деп жауап берді. Көрдіңіз ба? Енді шетелден визамен келетін мемлекеттер бар ғой, мысалы, виза аштырып келетін, мысалы, Қытай, Түркменстан, Өзбекстан, сол сияқты мемлекеттерден виза арқылы келеді қазақтар, этникалық қазақтар, Қазақстанға. Соларға виза беретін кезде сен осындай өңірлерге барасың ба, бармайсың ба деп сұрайды екен. Түсіндіңіз ба? Барасың ба, бармайсың ба? Осындай өңірге барсаң виза береміз, немесе бермейміз деген сияқты сөз шығу мүмкін, бұл анық емес енді. Демек, сол визаға бір кілтипанды қосып, бір бомбының көм, сол виза арқылы енді тығырыққа тіреп, соларды сол өкімет айқындаған өңірге ғана барсаң виза береміз, немесе виза алып барғаннан кейін сол өңірде тұруың керек деген сияқты шарттарды қоя бастағанын көрсетіпті. Енді екінші бір ақпаратты айтайын, осыны дәлелдей түсетін. Мен өткенде мынау отандастар қорының сайтынан мынандай бір мәліметті көріп, өзіме шығарып алып қойған болатын. 15 қыркүйекте осы биылғы жақындағы президенттің жолдауынан кейінгі, жаңағы көші-қонның 5 жылдық жаңа тұжырымдамасы жарияланғаннан кейін, сол отандастар қорының өкілдері Ақтау қаласына барып, сол Түркменстаннан келген этникалық қазақтармен кездесіпті. Бүгін күні Түркменстаннан Қазақстан Республикасына 782 этникалық қазақ көшіп келген, олардың 118-і визада көрсетілген өңірлерге қоныстанған дейді дағы, арғарай айтады жаңағы. Отандастар қорының сайт несіндегі жаңағы Фейсбуктағы парақшасында айтады. Кездесу барысында қ.қр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік органдармен бірлесіп, республикаға визалық режимдегі елдерден келген қандастарды қабылдау, қоныстандыру және бейімдеу бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының қадамдық алгоритм әзірленгендігі және осы алгоритмге сәйкес этникалық қазақтар визада көрсетілген өңірлерге тұрақты тұруға міндетті екендігі түсіндіріледі дейді. Көрдіңіз ба? Екеуі бірдей жүріп отыр. Демек, енді келетін қазақтар міндетті түрде жаңағы баратын жерін көрсетіп, сол визада көрсетілген жерінде тұрақты тіркеуге тұруға міндетті екендігін
түсіндіріп, міне біздің отандастар қорынан арнайы делегация барып, сол қазақтарға осындай кеңестер беріп қайтыпты. Көрдіңіз ба? Сұрқия деп отырған жолым осы. Ал енді визамен келеді кейбір елдерден қазақтар. Визаның да бірнеше түрі бар екен. Жаңа мен ақтарып отырып, сол визалардың түрін қарап шықтым. Визаның көп түрі бар екен. Мысалы, жеке сапарға арналған виза дейді, С10 визасы дейді. Этникалық қазақтарға беріледі екен. Бір мәртелік виза 90 тәулікке дейінгі мерзімге, көп мәртелік 3 жылға дейінгі мерзімге беріледі екен. Сосын отбасын біріктіруге арналған С2 деген виза бар екен. Қазақстан өлкесіне біржолата көшіп келуге арналған 90 тәулікке дейін беріледі, тұрақты тұруға дейді. Рұқсаты кемінде 2 жыл мерзімге дейді. Алған этникалық қазақтарға және олардың бұрынғы отандастарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып жатқан, сондай-ақ бизнес көшіп келушілерге бір мәртелік виза 90 тәулікке дейінгі мерзімге, көп мәртелік 1 жылға беріледі. Сосын Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған виза дейді, С1 визасы дейді. Онда Қазақстан Республикасында тұрақты тұру мақсатында келетін этникалық қазақтарға беріледі. Кәмелеттік виза 1 жылға дейінгі мерзімге беріледі деген сияқты. Сосын оқуға шақыратын виза бар екен. Қойшы осындай түрлер бар екен визалардың да. Сосын мен дипломаттардан сұрадым. Сыртқы істер министрлігінің жаңағы консулдықтарда істейтін, мысалы, Мұхтар Кәрібай деген ағамыз бар қазір Қырғызстанда, Ош қаласында тұр. Сұрасам айтады, виза беріледі, бірақ ондай шарт болмайды дейді. Ол Қазақстанға берілген виза. Ол қай жерге тіркеуге тұрады, қай жерге барады, ол өз еркі. Оларға ондай шектеу қою, ол дұрыс емес деген әңгімені айтты маған. Сосын енді отандастар қорының қазіргі президенті Абзал Сапарбек ұлы інімізде дипломат қой. Мен ол кісіден сұрау салдым, осындай нәрседен маған кеңес беріңізші деп енді. Өзім біліп тұрсам енді. Десем, ол кісі енді елші болған адам, бұл енді консулдықтардың жұмысы ғой. Сол консулдықтармен сөйлестім дейді. Сұрайды екен, қай жерге барасыз Қазақстан деп. Бірақ ол визада жазылмайды екен. Ол кісінің Абзал Сапарбектің айтысында. Қай жерге барасың деп жазылмайды екен. Жазылмайды екен да, визаға жазылмайды. Бірақ анау құжаттарға жазылып қояды. Сосын жаңағы күтіп алғанда сол жерге сұралады екен енді. Осындай жерге алған екенсіз, бұл жаққа не қылып қалдыңыз деген сияқты. Бірақ ондай шарт жоқ. Шарт жоқ. Бәлен жерге тұрасың, түгілен жерде қоныстанасың деген қысым шарт жоқ виза беруде. Бірақ біздің өкімет соны шарт қып сол жерге барасың дегенде жаңағы виза арқылы сол солтүстікке немесе өкімет айқындаған өңірлерге барасың деп енді сондай бір кедергі жасайын деп жатқан мақсатында әрекеттер жасап жатқан секілді. Мен сіздерге айтып қояйын, бұл да су көшпейтін әңгіме. Бұл да су көшпейтін әңгіме. Айналайын өкімет, айналайын министрлік, айналайын президенттің әкімшілігі, осы үшеуің бірлесіп жасайсыңдар ғой осы заңды. Құдай-ау, мынау президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев не деп жатыр? Әділетті Қазақстан дейді. Ол не? Заң үстемдік ететін Қазақстан дейді. Адамның құқығы дегенді бір ойласаңыздаршы, мен қашан қайтайық осыны. Өткенде осыны ашалап отырып түсіндірдік қой. Шеттен келетін қазақтардың Қазақстанға келуі, азаматтық алуы, тұратын жерін таңдау олардың Құдай берген, сосын Біріккен Ұлттар ұйымы берген, сосын адам құқықтарының жаңағы халықаралық декларациясында көрсетілген. Сосын біздің құқықтық актілермен бекітілген құқығы ғой. Сіз неге оны таптайсыздар сіздер? Ал солтүстікке бару, мен оны 200% қолдаймын. Ол саясат. Тағы қайталап айтайын. Міне бүгін тағы қайталап айтайын. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы 48 жылы қабылданған 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар ұйымының ассамблеясында қабылданған. Соның 13-ші бабында айтады. Соның 1-ші тармағы, әр адамның әр мемлекеттің ішінде жүріп тұруына және өз қалауынша тұратын мекен-жайын таңдауға құқығы бар деп жазылып тұр ғой. Біз осы міндеттемені алдық қой Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болғанда. Сосын міне ата заңды бір қарап қойсаңыздаршы, ата заңды. Қазақстан Республикасының Конституциясы 19-ші бап, 21-ші бап. Соның 1-ші тармақ, Қазақстан Республикасы аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам заңда көрсетілгеннен басқа реттерде оның аумағында еркін жүріп тұруға және тұрғылықты мекенді өз қалауынша
таңдап алуға құқығы бар деп біздің ата заңымызда жазылып тұр ғой. Ол аз десеңіз, Қазақстан Республикасының көші-қон туралы заңы 2011 жылға. Соның 5 бабының 3 тармағында жазылып тұр. Қазақстан Республикасына көшіп келушілердің болуы үшін ашық аумағы бойынша еркін жүріп тұруға 3 бөлігінде. 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрғылықты жерін еркін таңдауға құқығы бар екен көшіп келушілердің. Осыны енді қайырып тастап енді біресе солтүстік облыстарға, үкімет айқындаған облыстарға 5 жыл тұрасың, сонда ғана азаматтық аласың дейсің. Енді келіп оған қарсы тұрып, оның айту бетін қайтарғандай болсақ, енді виза арқылы оларды қыстап осындай жерге барасың деп деген сияқты алгоритм жасап жатыр екенсіздер. Жайғы алгоритм. Алгоритм деген не ол? Ол заңнан үлкен ба ол? Ол ата заңнан үлкен ба? Ол Біріккен ұлттар ұйымының жалпыға бірдей адам құқықтарының жайғы декларациясынан жоғары тұра ма? Түкке тұрмайтын нәрсе ол дегеніңіз. Сіздер неге заңды түсінбейсіздер, неге соған қайшылық жасайсыздар? Мен соны түсінбей жатырмын. Құрметті президент әкімшілігінің төрағасы Марат Әбуғалиұлы, Мұрат Нұртілеу мырза, құрметті Әлихан Асқанұлы, құрметті Тамара Босымбекқызы. Бұл не шатпақ бұл? Не бұлжырақ бұл, айналайындар? Құдайдан қорықпайсыздар ма? Президенттен ұялмайсыздар ма сіздер? Мынан естісе ертең Қасым-Жомарт Кемелұлы не дейді? Ойлаңыздаршы. Біріккен ұлттар ұйымында қызмет істеп келген адам ғой. Бүкіл әлемнің алдында президент неге масқаралайсыздар сіздер? Әйтпесе ашыққа шығарып айтыңыздаршы, бір күш тұр бұл жерде. Бір шеттен келетін қазақ көшіне қарсы бір күш тұр. Мүмкін ол қарсы емес те шығар. Бірақ соларды пайдаланып президенттің абыройын түсіргісі келетін, президент пен халықтың арасына от жаққысы келетін 13 жылға Кәрім Мәсімов пен Құлыбаев сияқты бір үлкен күш тұр бұл жерде. Әйтпесе қайта бұл не сандырақ, не білжірақ бұл. Құрметті ағайындар, құрметті билік басындағылар, мен осыны түсінбей жатырмын. Көрдіңіз ба? Енді келіп жағы осының бәрі сол Маңғыстауға келіп қоныстан жағы тұрақты тіркеуге тұра алмай жатқан жағы 800 Түркменстаннан келген қандасымызға байланыс шығып отыр осы әңгіменің бәрі. Солардың артынан қуып отырып осыған жеттік біз. Айналайын маңғыстаулықтар, менің адай туысқандарым. Қайда әр қазақ менің жалғызым деген тағы қайталап айтайын. Әр қазақ менің жалғызым дейсің. Ал жалғыздарың келіп еді соған апарып сол орталықпен бірлесіп отырып дейді. Орталық деген президенттің әкімшілігі ғой енді әзірге. Жергілікті Маңғыстаудың әкімдігі бірлесіп отырып, сол 800 қазақты сыйдыра алмадыңдар ма сонда сол Маңғыстауға? Кеше солар ата-бабалар сол тентіреп кетіп еді ғой жаңағы империяның кезінде. Енді білдіңіздер ме? Мен екі ағам арнап отырған осы лекциямда, құрметті Сабыр аға, Сабыр адай, құрметті менің аса жақсы көретін ағам, ана әкімдеріңізге барып сөйлесіңіздерші, менің осы лекциямды тыңдатыңыздаршы ертең. Өзіңнің туғандарың ғой жалғыз, әр қазақ менің жалғызым деген. Жаңағы алгоритмінің быт-шытын шығарып жыртып, сол 800 қазақты сыйдыра алмасаң, неғып облыс басқарып отырсыздар? Жұмыс күші асып кететін болса, енді 10 жылдан бері айғарап жүрдіңіздер ме сол жерде, мысалы әкімдер? Соның өкіметке айтып, соның осындай бір керемет бір жобасын жасамайсыздар ма? Апарып қоныстандыратын. Алай қысасын апарып, бармайды ол қазақтар. Мен ашық айтайын. Өкімет айқындаған өңірлеріне сіздердің осындай әрекеттеріңізге ерегескенде бармайды, мен барма деп айтам. Ол үшін сен ынталандыратын бағдарлама жаса. Тиімді бағдарлама. Сосын өз ақпарат. Жасай алмасаң, міне маған бер. Мен жасап берем. Сізге жасап берейін сендерге. Жасап берейін десем, оған көнбейсіздер. Өздеріңіз жасай алмайсыздар. Апарасыздардағы адамның, немесе біздің қандастарымыздың құқығын таптайсыздар. Президент Байқұс жарғылағы жастыққа тимей реформа жасап, ата заңды өзгертіп, енді жаңа Қазақстан құрам деп жатыр. Жаңа Қазақстан деген не дейді ол? Заң үстемдік ететін, әділетті Қазақстан дейді. Әділеттілік деген сол заңның үстемдігімен ғана шектелмейді. Әділеттілік деген империялардың кесірінен тарихтың жасаған қателіктерінде түзету болды әділеттілік. Міне,
тұңғыш президент бастап сол тарихи әділетсіздікті қалпына келтіріп көшті бастаған болатын. 1 миллионнан астам, 1,5 миллион қазақ кеп қоныстанды. Әділеттілік. Енді соны Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалғастырғысы келеді. Көші-қон туралы 7 мәрте нұсқау береді, тапсырма береді. Өкімет біреуін орындатпайды. Немесе президент әкімшілігі соны орындатпай отыр. Сол жерде бір сұмдықтар бар, президенттің айналасында отырған бір сұмпайлар бар, мен сізге ашық айтайын. Солар кәдімгі өкіметті де тізгіндеп, министрліктің де желкесінен тұқыртып, біресе мына жағынан кеп тиісіп, көшке, олы көшке, біресе мына жағынан кеп тиісіп, қайсысем осы дау тудырам, қайсысем президенттің аяғынан шалам, қайсысем қазақ пен президенттің арасында от жағам деп, күндіз түні осындай сұрқиялықтарға барып жатыр. Құрметті ағайындар, мен тыңдап отырған мынау Фейсбуктағы достар. Сіздер ойнамаңыздар қазақпен, қазақтың тағдырымен. Осыған нұсқау беріп отырған азаматтар, немесе азаматшалар. Мен білем олардың кім екенін. Тағы қайталап айтайын. Қазақтың тағдыры ойыншық емес. Ес ақылдарыңызды жиып, ертеңнен бастап дұрыстаңыздар. Не деген сұмдық бұл? Қазаққа тойып кеттіңіздер бе соншалық? Көргеміз кәрім Мәсімов дегенде осылай жасамақшы болған 13 жылы. Қайда? Әзір түрмеде отыр еді. Көргеміз Құлыбаев дегендерді. Басынан бағыт тайып қазір дүниедегі ең бір сорлы адам болып жүр. Бір қазақ қалмамайды. Бір қазақ жақсы екен деп айтпайтын. Осындай бір жиркенішті тұлғаның символына айналды. Құлыбаев Темір Асқарұлы. Сондықтан осы көшке осындай кедергі жасап отырған, Ақордада отырған жаңағы президенттің айналасында отырған көкелер, ертең сіздер де осы күнді көресіздер. Мен сізге ашық айтып қоямын бүгіннен бастап. Ойнамаңыздар қазақпен. Енді екінші бір әңгімені айта кетейін. Я мен осы президенттің осы саясатын қолдайтын, жаңа бастамаларын қолдайтын, реформалар мен тапсырмаларының өз деңгейінде жүзеге асыруына көмектесу үшін осылардың кесірінен, осындай саясаттың кесірінен, немесе осындай ұлы көшке қарсылардың кесірінен партия құруға мәжбүр болдым. Кәдімгі қазақ арман деген партия құрып жатып, бір ай болды. Қол жиып жатырмыз кәдімгі. Бүкіл қазақ, шеттен келген қазақтар, жергілікті қазақтар күндіз түні өздігінен жұмыс істеп қол жиып жатыр. Қолдаймыз президентіміз деп. Ойнамаңыздар сіздер. Мен ойлағам, осылардың да кейде бір төбе шаштары тік тұрады, қандастар десе, осы билікке біздің қандастарымыз шеттен келген қазақтар қарсы ма екен деп ойлайтынмын. Сөйтсем, ойлап қаласың ғой, пенде болғаннан кейін. Міне көріп жатырмын, бір айдан бері күндіз түн телефонға тыным жоқ. Неше мыңдаған адам осы президентті қолдайтын партияға біз мүше боламыз, ойбай бізге келіңіз, қол жиып береміз, дайынбыз деп қазір сақадай сай отыр. Осы қазақ сіздің түбіңізге жетеді. Ол көшке қарсы отырған ағайындар, басшылар, мен сіздерге айтып қояйын. Бір қызық әңгімені айтайын сіздерге. Осы айтпас қамалым жоқ қой енді осындай келеңсіздіктерді. Осында айтсам, менің жаңағы әріптестерім партия құруға көмектесіп жатқан қыздар, жігіттер қайта-қайта шырылдайды. Аға, құрметті Ауыт Мұқибек, осы биліктегілер сынамай тұрыңызшы, тұра тұрыңызшы, партиямызды тіркетіп алайық деп маған ағаларды айтады, інілерді айтады, қарындастарды, жеңгелер, бәрі осындай бір әңгімені қайта-қайта айтып жатыр. Мен түсінем болардың, я тіркетпей қою мүмкін бір күштер шығып деп ойлаймын да. Тұра тұруға да болады, я әке көке деп, ойбай ақтеке деп, апа деп, ағешкен апа деп тұра тұруға болады деді. Бірақ біз ондай недегі адамдар емеспіз. Құдіреті болса тіркетпей қойсын. Көрейік. Жоқ, осын түсініп, кел бізбен сөйлесейік бізге. Проекті болыңыз. Бізбен бірлесіп жұмыс істеңіз десе, мен қазір барып, ескінің бәрін қайырып тастап, өткен даудың бәрін доғарып тастап, бір столдың басында отырып сөйлесуге дайынмын. Өткен бұл жерде мемлекеттің мүддесі тұр, мемлекеттің тыныштығы тұр, ұлттың тағдыры тұр. Мен соның бәріне дайынмын. Айтады, ойбай, президент әкімшілігінің жетекшісі деген пәленбайдың жиен екен, сіз оның да сынағасыз, анау Түгіленбайдың адам екен деп маған осындай әңгімелерді айтып жатыр. Тұра тұрыңыз деп.
Тура осындай әңгімелер 13 жылда болған. 13 жылы Құлыбаев пен жаңағы Кәрім Мәсімовтің кесірінен сол екеуінің ықпалымен 4 жылсыз азаматтық берілмейтін заң қабылданып кеткенде мен ағаларымды сынаған болатынмын. Сауытбекті, Мырзатайды, Қуаныш Сұлтановты. Үшеуі де ұлы жүздің баласы, Нағашыма хат дегенді жазып. Үшеуі де президенттің айналасында жүрген адамдар. Олар Бәйдібектің ұлынан туса, мен қызынан туған, осылай жиендігімді бұлдап сынаған болатынмын. Сынадым, қатты сынадым, мысалы. Сол кезде осы адамдар келіп маған осындай әңгімелерді айтқан болатын. Енді мен сізге осы жерде бір керемет әңгімені айтайын. Бұл адамның деңгейіне байланысты екен. Сол заңның дұрыс қабылданбаған, сол кезде тұңғыш президенттің қасында отырған, кеңсесінде отырған жаңағы Махмұт Қасымбеков бастаған адамдар, тұлғалар жон арқасымен сезініп, менің қатымды ана кісіге жеткізіп, осы тұңғыш президенттің атына көлеңке түспесін, мынау ұлтты қарсы қойып жатыр мыналар дегенді айтпағанмен, соны түсініп, менің қатымды жеткізіп, мені шақырып сөйлесіп, соны қайттан сол заңды қалпына келтіруге жанымен кіріскен болады. Махмұт Қасымбеков бастаған сол президенттің кеңсесінің бастығы және әкімшілігіндегі кісілер. Көрдіңіз ба? Олар не үшін? Олар өзінің президентіне адал, ұлтына адал, халқына адал тұлғалар сол Махмұт Қасымбеков бастаған кісілер. Көрдіңіз ба? Қай уақытта звондасаң телефон ал. Сондықтан мен мына жаңағы маған ойбай сынамай тұра тұрыңыз дегендерге айтатын болса, егер біздің президенттің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айналасында отырған, президенттің әкімшілігінде отырған, кеңесшісі болып отырған жігіттер шын мәнінде президентті сыйлайтын болса, шын мәнінде президентке жаны ашитын, оның адал қызметкерлері болса, барып көрсін сондай қадамға. Егер арам сұмпайлар болса, жаңағы көшті тоқтатқысы кеп, соған бірне бір ақыл айтуға, бірне бір кеңес беруге жарамай отырса, ертең тағдыры белгілі болады. Ол жетеді президентке менің бұл әңгімем. Ойлап қалмаңыздар. Көрдіңіз ба? Президентке адалдықтарыңызды сынайтын сын сағат келіп тұр. Жаңағы ұлы көшпен. Құрметті Мұрат Нұртілеу мырза, мен сізге қаратып айтайын осы әңгімені. Құрметті Айда Балаева, құрметті Ерлан Тынымбайұлы. Адалсың ба президентке? Жоқ, әлде қаскөнемсіз бе? Міне, сынайтын уақыт келді. Ұлы көшті тоқтатуға ұрынып жатыр осылай, қайта-қайта бәлекеттерді әкеліп шығарып. Біресе 4 жылсыз азаматтық берілмейтін заңның тұжырымдамасын жерлеп, біресе енді алгоритм деген бір пәлені шығарып, осындай халық пен президенттің арасында от жағатын адамдар отыр сол жерде. Көрсетіңіздер адалдықтарыңызды, ертеңнен шығып бастап сөйлеңіздер, жазыңыздар парақшаларыңызға, жеткізіңіздер президентке. Кімсіз? Кім бұл жерде осындай кедергі жасап отырған? Мен бүгінгі айтайын дегенім осы. Ауыт Мұқибек, аман болыңыздар. Менің осы лекциямда бөлісіңіздер, пікір жазыңыздар, сұрақтар қойыңыздар.